Қайырлы күн. Сіздермен Айдон. Бүгін макароннан жасалған қытырлақ чипсы жасайтын боламыз. Ең алдымен макаронға тұз саламыз. Макаронды толық жабатындай етіп су құямыз. Су құйып қайнатамыз. Дайын болған макаронымызды құрғатып, оны крахмал қосып араластырамыз. Ескерте кететін жайт, макаронымызды толық құрғатып алыңыз. Өйткені ұн қосқан кезде қолыңызға жабысып, пісіруге ыңғайсыз болады. Осылай көптен салған кезде май қосып жүрсеңіздер, бір-біріне жабыспай, әдемі қызаратын болады. Қуырылған макаронымызға қара бұрыш, паприка және қызыл бұрыш салып араластырамыз. Осындай қытырлақ макарондарды сіздер жасап көріңіз. Астарыңыз дәмді болсын.